Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әп-әдемі жұп-жұмсақ болып шығатын сосиски дайындайтын боламыз. Не қараңыздаршы, қандай әдемі жұп-жұмсақ. Қанекей бірге дайындайық. Ең алдымен жылы сүтімізді алып, оған қант, тұз және де дрожжимізді салып алып, кішкене араластырамыз. Жып-жылы сүтке. Осылай салып алдық. Енді араластырамыз. Енді оған сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене араластырып жібереміз. Сұйық майымызды құйдық. Араластырып, енді оған електен өткізілген ұнымызды аз-аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жұп-жұмсақ етіп илейміз. Қамыр дайын болды. Қараңыздаршы, қандай жұп-жұмсақ болып шықты. Енді осы қамырдың бетін пищевой пленкамен орап, жылы жерге 1 сағат шамасында қойып қоямыз. Көтерілгенше. Қамырымыз көтеріліп дайын болды. Қараңыздар, әп-әдемі болып көтерілген. Тағы да қамырды кішкене басып жібереміз де. Осылай. Енді оны оқтаудың көмегімен жаямыз. Шамамен 3 немесе 4 мм-де қылдырып жайып аламыз. Мен сосискемді дайындап қойдым. Осылай кесеміз. Әрқайсысын өстіп кесеміз. Дайын. Енді сосискиді орап бастаймыз. Осылай ораймыз. Әрқайсының көлемі әртүрлі болады ғой. Менде кішірек сосиски болғаннан кейін, өстіп қамыр кішкене артылып қалды. Оны пышақпен кесіп аламыз. Пышақпен кесіп алып, осылай ораймыз. Осылай. Пергамент қағазымызға төсеп алып, өстіп жұмыртқаны жағамыз. Әсемдік үшін күнжіт пайдаландым. Қараңыздаршы, қып-қызыл әдемі болып пісті. 180 градуста қызарғанша осылай пісіріп алыңыздар. Өте дәмді болады.